Хорошо. Қайырлы күн, қайырлы кеш. Бүгін бізде 10-шы сабақ. Бүгін енді Едігеге берем сөз кезегі ДП бойынша, яғни жалғастырамыз. Едіге, сізде сөз кезегі. Так, баршаңызға сәлем. Бүгінгі сабақта яғни ДТП бойынша үш есеп шығарамыз. Яғни динамиканың екінші бөліміндегі. Енді бірінші есеп, яғни компьютерлік ойындар. Яғни мына жерде ұзақ текст жазып тастаған мұнда. Яғни компьютерлік ойын туралы мынау жазып. Яғни бұл жердегі негізгі нәрсе былай да. Компьютерлік графикада бұрында мысалы Марио деген ойында былай болатын, мысалы біз бір орыннан екінші бір орынға секіреміз ғой, мысалы жоғары секіреміз, төмен секіреміз. Сол сияқты секіргенде әр секіретін орынның бір биіктігі болады. Қазір мында сызып көрсетейін. Яғни мысалы бір ойын бар дейік мынандай. Яғни мысалы Марио шығады мына жерден. Яғни мына жерде бір ненің үстінде тұр. Бір мына жерде бір ағаш па тастың үстінде тұрады. Келесінде мына жерде жоғарыда бір тас тұрады. Мына жерде жоғарыда біреу тұрады. Қайтымда төмен біреу тұрады деген сияқты. Ол былай секіріп жетсе былай жоғары төмен. Яғни есептің берілуіне соны түсіндіріп қойған. Одан кейін осындай нәрсе айтқан. Яғни бір орыннан екінші орынға секірген кезде оның яғни y2 минус y1 энергия құртады. Яғни ол былай деген сөз. Мысалы бір 3 деген орында тұрса, мына жерде 5 деген орын бар. Яғни 3-тен 5-ке секірсе, ол значит екеуінің айырмашылығы 2 ғой. Значит ол 2 энергия құртады деген сөз. Немесе 5-тен мында бір 2 деген орынға кейін түсетін болса, қайтадан бұл жерде ол 5-тен 2 яғни 3 энергия құртады деген сөз. 3 энергия. Яғни әр орын ауыстырған сайын, 2 орын ауыстырған нүктенің айырмашылығындай энергия құртып отырады. Және де тағы бір нәрсе бар мына жерде. Яғни ода тағы бір әдіс бар дейді. Ол бір орыннан, мысалы бір, мысалы қараңыз мына жерде бізде 3 орын болса, ол былай кезек секіре алады, немесе мына бір орынды аттап секіріп кете алады дейді, былай қарай келесіне. Бірақ ол кезде айтқандай, мысалы 1-ден 3-ке ауысып кетті, бірақ ол кезде ол басқа энергия құртады. Энергия дегенде ол 3 пен 1-дің арасындағы айырмашылықпен оны 3-ке көбейтілген энергия құртып қояды. Яғни былай мына жерден түсіндірейін. Мысалы мына жерде 2 деген жерде тұрып дейік. Мына жерде 5, ал мына жерде 4 дейік. Егер ол 2-ден сразу 4-ке секіріп кетсе, 5-ке қарамай, онда ол 4-тен 2-ні алсақ айырмашылығы 2 ғой. Яғни 2-ні 3-ке көбейтеді. Яғни ол осы жерде 6 энергия құртып қояды. Енді бізде былай сұрақ қойып отыр. Яғни ол осыған түсінбедім. Осы жерін ба? Осы жерін түсінбей жатыр едім ғой. Кеше көріп едім осы есепті. Бұл былай қараңыздар. Яғни мынандай болып тұр ғой, бізде есептің берілуінде. Мысалы біз басында бастайсыз бір нүктеден, алдыңызда бірнеше нүкте бар. Яғни сізде яғни әр секіргенде сізде 2 вариант бар нұсқа. Яғни бір платформа секіресіз ба, немесе мына платформа аттап кетесіз ба деген сияқты мағына ғой. Яғни осылай аттап отырып сізге яғни энергия құрту керек та. Энергияны аз құрту арқылы сізге соңғы нүктеге бару керек. Есеп беру мына жерде не? Бізге энергияны үнемдеуіміз керек. Соңында біз сұрақ былай болып тұр. Бізде бірнеше не берген, орындар платформа берілген. Яғни платформаны секіріп кеткен кезде бізде яғни минимальный қанша энергия құрта аламыз дейді. Бірінші платформадан соңғы платформаға секіргенге дейін дейді. Яғни мысалдарды қарап көрейік. Бірінші мысал бізде 1, 5, 10 дейді. Яғни сызып көрейік. Басында ол андай 1 деген жерде тұрады. Қайтып мұнда 5, мына жерде 10 деп тұрады. Яғни біріншіден ол, яғни оған тиімді жол, кезекке секірген тиімді былай. Бірінші мынаған барып, одан кейін былай барған тиімдірек. Не үшін? Себебін қазір есептеп көрейік. Яғни 1 мен 5-тің арасындағы секірген кезде ол 4 энергия құртады. Яғни айырмашылығы 4. Ал 5 пен 10-ға барғандегі айырмашылық ол 5.
яғни барлығы егер осындай әдіс қолданса, ол барлығы 9 энергия құртады. Ал егер бізде тағы бір нұсқа бар, екінші. Яғни мында 1 деп тұрады, 5, 10. Яғни екінші нұсқада ол 1-ден секіріп кетеді 10-ға. 5 аттап кетеді. Ол кезде бізде 2, 1, 5, 2. жоқ, 1, 5, 10-ды қарап жатырмын. Әлі ма? Иә. Яғни 1, 5, 10-да қараңыз. Бірінші вариант былай болады дейміз. Яғни 5-ке барады, қайтып 10-ға барады, да, секіріп барады. Немесе ол 5-ті аттап 10-ға баруы мүмкін, да? 2 вариантта қарастырып, соның минимумын алады екенбіз ғой, иә? Мысалы, мына жерде екіншісінде мына екеуінің айырмашылығы бізде 9 ғой. Иә, 9-ды 3-ке көбейтеміз. 9-ды 3-ке көбейту керек болады мына жерде. Яғни мен мына жерде 27 энергия құртып қоямын. Енді қарап отырсаңыздар, маған яғни кезек-кезек секірген тиімді, да, былай бір секіргеннен гөрі. Яғни онда жауап менде 9 болды. Ол бізде мына бірінші мысал 9, иә. Енді екінші мысалды қарайық. 1, 5, 2. 1, 5, 2. Менде жауап шығып кетті. 2. Яғни бірінші әдісті қолдансақ, ол бірінші 5-ке барады, одан кейін 2-ге барады, иә. Яғни бұл жерде 1-ден 5-ке барғанда ол 4 энергия құртады, 5-тен 2-ге барғанда ол 3 энергия құртады. Яғни барлығы 7 энергия. 7 энергия құртады. Алайда біз оны олай істемей-ақ. 2-ден 1-ді алып 1, 3-ке көбейтеміз, 3 энергия құртады, иә, екіншісінде. Айырмашылығы 1, 3-ке көбейтеміз, 3 энергия, яғни барлығы 3 энергия құртамыз. Енді салыстырсақ, бізде мынау екінші вариант тиімді, да, 3 энергия құртқанбыз. Шешімі 3 шығып тұр. Яғни енді бұл есепті қалай шығарсақ болады? Бұны осындай есептерді келген кезде қарасаңыздар, яғни үнемі осылай болып та былай бір вариант, екі вариантты қарап керек болады ғой. Бұл кезде біз не қолданамыз? Яғни ДП қолданамыз. ДП-да мен мына жерде тағы қайталап өтейін. ДП-да бізде мынандай үлкен мәселе болса, оны біз бірінші бір бөлігін шешеміз, бір кішкентай. Екіншісін шешерде біріншісінің шешімін қолданамыз. Екіншісін шығарарда. Яғни ары қарай осылай кете береміз. Ол дегеніміз, яғни біз барлық есепті минимумнан бастаймыз ғой. Ол деген есебіміз 1-ден бастаймыз деген сөз ғой. Мысалы алайық. 1, 5, 10. Мысалы 1, 5, 10. Яғни біз бұл жерде бірінші 1-ге келгендегі шешім табамыз. Яғни ол өз орнында тұрған кезде шешімі қанша болады? 0 болады ғой. Өйткені ол орнынан қозғалмайды, ол ешқандай энергия құртпайды. 1-ге келу үшін 0 болады. Ал екінші 5-ке келу үшін ол қанша энергия құртады? Ол тек қана 1-ден ғана секіреді ғой 5-ке. Яғни айырмашылығы 4. Ал енді 10-ға келу үшін, яғни мына жеріне мен галочка қояйын. Біз осы жердегі шешімді тауып алдық деген сияқты. Енді 10-ға келген кезде бізде бұған келетін екі түрлі нұсқа бар ғой, екі түрлі нұсқа. Яғни бірінші нұсқа ол 5-тен барады. Ал екіншісі 1-ден барады. Яғни 5-тен барғанда ол мына 10-нан 5-ті алсақ 5 қой. Мына 4-ке 5-ті қосады. 4-теге мынаның шешімін қосамыз. Енді екінші вариант 1 бар, иә. 10-нан 1-ді аламыз. 9 ғой. 9-ды 3-ке көбейтеміз. Ал мына 1-дің шешімі бізде 0. Яғни қарасақ, бізде 9 деген шешім бар, мұнда 27 деген шешім бар. Яғни екеуінің минимумын аламыз. Минимумы ол 9 болады. Яғни осы әдісті осы ары қарай кете береміз қолданып. Енді бұны мен мынада жазып көрсетейін. Мен де жазып көрейін.
Так, мен мына жерде подсказканы шығардым. Яғни былай бізде массив берілген, яғни тек қана производство әзірге. Ары қарай ДП дегенді қолданамын. Яғни біз айтқанымызда басында 0, 4 былай кетіп жатырмыз ғой. Бұл дегеніміз, яғни ұзындығы n, яғни мына жерде ұзындығы бізде берілген 3-ке. Мен басында 0 деймін де, оларды 3-ке көбейтемін. Одан кейін мында қарап отырсақ, барынша 0 болды, екіншісінің мәні ол мына екеуінің айырмасы болды, иә. Яғни біріншісімен ненің, яғни индекс 1 мен индекс 0-дің айырмашылығы. Ол дегеніміз былай болды, яғни 1 тең а 1 минус а 0. Бұл жерде қарап отырсақ, яғни мына бірінші элемент екіншіден үлкен болуы мүмкін ғой кейбір кездерде. Яғни мына жерде бір 6 болуы мүмкін, мында 5 болуы мүмкін. Сол үшін мен мында модульін алу керек болды. Яғни оң сан, үнемі оң сан шығу үшін. Ары қарай, келесі санға келген кезде уже мен мынандай екі логика қолданамын. Яғни мына біріншісі мен екіншісінің минимумын аламын. Яғни ол қалай болады? Енді цик қоямын. 2-ден бастап n-ға дейін. Енді dpi деймін. dpi менде мына екі мәннің екі өрнектің минимумын аламын ғой. Сол үшін мен мында былай жазамын басында минимум x y дей салайын. Минимум x y, яғни біріншісі x, екіншісі y болсын. X дегеніміз мына екенің айырмашылығы, яғни i минус 1-ден. Үстіне жазып қойын. Тапамыз i минус 1 модулі қосылған dp i минус 1. Ал y болса i минус 2, яғни минус 2 дегеннің мына 10 мен 1-дің айырмашылығы. Оны аламда мен 3-ке көбейтемін. i минус 2. Ол осылай деймін. Яғни бұл нау дегеніміз былай. Яғни мысалы біз бір нүктеде тұрсақ, яғни ортада бір жерде. Оның шешімі ол мына алдындағы екі нүктеге байланысты. Яғни мынау бірінші вариант болуы мүмкін, x, немесе мынау екінші вариант, y. Яғни екеуінің минимумы болды мына жерде. Яғни екеуінің минимумын осы жерге қойып отырамын. Яғни ол осы екі болады. Енді ары қарай барлығы біткеннен кейін dp-ның соңғы элементін шығарсам. dp-ның өзін барлығын шығарып көрсетсе алдымен. То есть dp массивтің өзін. 0, 4, 9. Жаңа біз сығанымызда мына жерде 0, 4, 9. Енді екінші мысалды көрейік. 1, 5, 2. 1, 0, 4, 3. Яғни 5-ке дейін баратын ол мынадан 1-ден барады 4. 2-ге мына біріншісінен барады да ол 3 болады. Яғни жауап 3. Енді мынаны ауыстырсаң, лист
яғни n бір болуы мүмкін болсын иә. N бірге тең болса, мында мен бір шарт қоюым керек. Егер n бірге тең болса, ол ешқайда жылжымайды. Сол үшін нөл болып шығады. Ал егер бірден үлкен болса, ол осылайша деп қолданамыз. Ана жерде dp кетіп қалды. dp массивім. dp массив кетіп қалды. Жаңа сұрағым. Яғни осылай шешім. Яғни бұл жердегі басты нәрсе біз былай бастадық қой, басынан бастадық қой, бірден бастаймыз. Біріншісін шешімін табып, содан кейін екіншісін шығарамыз. Яғни екінші шығару үшін бірден шешімін қолданамыз. Ерекесі де алдында сұрақ қойып еді ғой. Типа dp менен айырмашылығы қандай? Жадный, да? Разделяя властвуя алгоритм. Ол меніңше ол былай сияқты. Мысалы біз екі түрі бар. Мысалы мынау dp, ол жаңағы бөліп басқару. Бөліп басқару деген сөз бар. dp-да кішкентайға бөлеміз. dp-да мынандай. Біреуін шығарғаннан кейін, мына келесін шығару үшін бұл мынаған тікелей байланысты да. Біріншісінің шешімін қолданады. Немесе біріншісі, немесе алдағы бірнешеуінің шешімін қолданады да. Ал мынада бөліп басқаруда онда былай бірнешеге бөліп тастайды. Яғни әрқайсысы бір-біріне байланыс жоқ. Әрқайсысы жеке шешіп аламыз. Сосын барып былай біріктіремін екеуін біріктіріп бір шешім шығарамыз. Яғни осындай. Біреу тізбектелген, біреу параллельно дейсің ғой. Түсінікті. Сондай. Яғни бір-біріне байланыс жоқ, әрқайсысы өзі бөлек әдем болады да. Мынада мысалы мына жерден dp-да мысалы мен 5-ші шешімін таба алмаймын. Мысалы оған бірден 4-ке дейін шешімді білмесем, 5-шіні табуға болмайды. Ал мына жерде бірдің шешімін бөлек есептеймін, 5-тің бөлек есептеймін. Соңында екеуін біріктіре саламын деген сияқты. Яғни сұрақ бар ма? Мына есеп бойынша. Сұрақ болмаса онда келесі есепке көшейік. Менде сұрақ жоқ, түсіндім. Онда осыны шығарайық. Келесі. Фермер шығарайық. Яғни бұл жерде фермер, біз негізі алдында осыған ұқсас есеп шығардық. Қай есеп екенін ұмытып қалдым. Так, мынандай фермер мысалы, фермерға бір жер берілген. Ол жерден мысалы ол бір шаршы орынды алғысы келеді сол жерден. Яғни онда былай. Яғни былай айтайықшы, мына жерде жаңағыдай орын берілген, және ол 1,0,0 берілген. Яғни 1 деген жер ол мысалы бір жерге малын жайылады. Ал 0 деген жер, 0 деген жерде мысалы ағаш үй бір нәрсе орналасқан да, 0 деген жерде. Енді ол 1 деген жерден оған, яғни ұзындығымен енді бірдей алаң керек та. Алаң керек, сол алаңның ауданын табу керек оған. Мысалы мына жерден алсақ, дұрыс. Жақсы, мен былай жазайыншы мына жерге. Яғни басқа мысалмен жазып көрсетейін. Яғни фермердің жері бар осындай.
яғни осында жер бар дейді. Яғни ол жаятын орындар, мына бір деген орындар, бірақ оған яғни жаятын орындардың ұзындығы менде бірдей болу керек. Яғни мынада x болса, мынада x болу керек. Сондай максимальный осындай жаятын орынның ауданын табу керек та бізге. Мынаны нөл деп қояйын. Былай қарап отырсақ, бізде шаш орында, міне қараңыз, бірінші осындай орын бар шаш, яғни екі жағы бірдей, 2-де 2. Мына жерде шаш орын бар, 2-де 2. Және бізде мына жерде біреу бар екен, 3-де 3. Шаш орын. Яғни мынаның жауабы 9 болады. 9-дан яғни 3 көбейтіп 3. Яғни осы орынға жайылады екен малым. Енді басқа мысал жоқ мына жерде. Мен басқа мысал жазып берейін. Ал егер ортасы 0 болып қалса, мысалы 9 бар ғой, жан жағын бәрі 1, ортасы 0 болса, оны тексере аламыз ба? Онда келмейді, онда. Яғни барлығы 1 болу керек бұл жер. Ішін бәрі, иә? Иә. Мысалы осындай жер. Бұл жерде бізде максимум жайылатын орын тек өзі ғана да мынандай 1. Яғни ұзындығы ене бірдей. Бұл жерде бізде 2 деп алуға ештеңе келмейді. Тек осындай ғана жайылады. Яғни бұнда жауап 1 болады. Яғни неме түсінікті ма сұрақ? Яғни бізге максимум бір шаршы табу керек, ішіндегі барлық элемент 1-ге тең болатын. Осындай матрица. Түсіндік. Енді бұны шығару үшін біз яғни ДП-ны қолдану керекпіз. ДП-ны қалай қолданамыз деп ойлауымыз мүмкін. ДП-ны жаңағы алдыңғы әдістер ғой барлығы бүкіл. Яғни кішкентайдан бастап үлкенге дейін кете береміз. Немесе мен анау алдыңғы бір есепте былай шығарып едік қой. Кешегіде бір ана жүру келіп болды ғой, жоғарғы менен төменгіні, ДП 0-ден 0-0-ге тең, 1-ге деп бастаймыз ба, сондай ғой. Осы 0-0-ден бастап мына соңына дейін. Яғни былай жүріп өттік қой былай. Яғни қайсысы мысалы бір ай вариант болса, алдыңғы екеуінің қайсысы минимум, соны қосып отырамыз мынаған деген сияқты. Яғни тура осы әдіс қолданамыз. Бірақ бұл жерде біз қалай қолданамыз? Бұл жерде былай қараймыз. Мысалы мынау бізде берілген матрица. Мысалы мына жерден қарайық. Мына төртеуі бірдей болу үшін біз қараймыз. Мына нүктені қараймыз. Оның үстіңгі жағында 3-1 бар ғой. Яғни өзі де 1-ге тең. Ендеше аның орнына 1-ді біз үлкейтсек болады, 2 деп. 1-дің орнына 2 деп берсем болады. Яғни 2 деген себебім бізде уже андай бір не бар деген сөз, андай полный не бар деген сөз. Жайылымға беретін шаршы бар да? Жайылымға беретін жер бар, шаршы бар. Шаршы жер бар екен, 2 деп қоямыз. Енді мына жерден қарасақ, мына 0-ді қарасақ, өзі 0 болып тұрғаннан кейін мыналарға қосылмаймыз да оны. Мына жерден қарасақ, мына қараңыз, мына 1-1-1, яғни мына жерге 2 деп қойыламыз мында. Өйткені жайылымға баратын жер. Енді ары қарай қарайық, мына жерден 0-ді қарастырмаймыз. Мына жерге келетін болсақ, мысалы мына индекс қарасақ, мынаны 2 деп, мыналарға қарап, мынаны 2 деп жаза аламыз. Яғни енді ары қарай бізге тағы бір шарт керек. Яғни енді бұлар үшеуі тек 1 емес, 1-ден үлкен сан болса, онда мынаны көбейте аламыз деген сөз да. Мына санды. Мысалы қараңыздар, мына жерде 1-1-2. Онда мынанда 2 көбейтуге болады. Иә, өйткені мынау бізде шаршы ғой, осындай шаршы бар. Жайылымға беретін. Осындай шаршы бар, жайылымға беретін. Сосын астына да 2-нің астынан да 2 қылып аламыз. Осындай жайылым бар дейді. Енді қараңыздар, мына жерде бір жер бар, бірақ мында үстіңгісі бәрі 2-ге тең болып тұр да. Онда біз ойлау керекпіз, онда бізде мына жерде 3 шаршы бар да, мында 2-2 қалады. Яғни мынаны онда 2 емес. 1-ден 3-деуге болады. Мына үшеуінің минимумын аламын да, минимумына 1-ді қосамын. Мына жерге 3 деп жазамын, мына жерге. Яғни 3-2 болғандықтан мында 3 деп жазамын. Болды. Осы мына жерден мынаны қараймыз. Мына жерде 3 жау көрді, мына жерде мынаны 2-2 деп жазамын. Енді қарасаңыздар, жазып отырған кезде әркез мысалы бір максимум деген бір айнымалыны сақтап қойып, соған жазып отыру керекпіз максимумын. Максимумымыз мына жерде 3 болады, яғни қарап келген кезде соңында. Соны 3-ті, яғни 3-тің несі 2 дәрежесін
шығарсамыз жауабын. Яғни идеясы түсінікті ма? Идеясы осылай. Түсінгіш қарайсыздар, нақты ұста бересіз осы жерге. Так, мында 5 минут қалыпты. Biz kod жазып баса берейік пока. Басында бізге 7 беріледі да, яғни ұзындығы ені беріледі. Яғни енді 7-ге 7. Басында мен өзім жазайын. Или өзім ойлаймын, тест жазайыншы. Яғни бұл 1. Яғни осында тест бар деп ойлайық. Оқып қойдық. Мұнда қарай кодымызды жазамыз. Код жазғанда біз былай қараймыз. Мыналардан бірінші мына жерден бастаймыз да, бір-бірден. Яғни мұнда былай жазайын. 1-ден 3-ге дейін қараймыз. N-ға дейін. Яғни мына нүктеден бастаймыз деген сөзім. Мына нүктеден бастап алдыңғы үшеуін қараймыз. Енді тексереміз. Егер бізде осы элементтің өзі 0-ге тең болса, мысалы мына жерде мынаның орнында 0 болғанда, онда біз оны есептеу керек емес те, өйткені мына үшеуі 1 болғанмен, мына жерде 0 болып тұрғаннан кейін оны қарамаймыз. Сол үшін мен continue жасаймын. Яғни келесі элементті қарай берейік деген сияқты. Енді ары қарай. Егер 0-ге тең болмаса, онда оның алдыңғы мына үшеуін қараймыз. Ол үшеуі бізде былай ғой. Егер мына бізде ij болса, үстіңгісі ол i-1j. Сол жақтағысы i j-1. Бұрыштағысы ол i-1 j-1. Яғни координаталар мынау i бойынша бір қатар, мынау i-1 деген қатар. Мынау төбеден ол j-1 деген қатар, мынау j деген қатар. Енді осыны жазайын. Яғни мен былай қысқаша жазайын, егер 0 мыналардың ішінде болмаса деп. Яғни үшеуінің біреуі 0-ге тең болмаса, толық болмау керек те маған. Ең бастысы. Болмау керек. Үшеуінің біреуі 0-ге тең болмау керек. Ал егер 0-ге тең болса, мен бұл жазды сразу. Яғни үшеуінің біреуі 0-ге тең болса, онда мен тағы да бұны қарастырамын да бұл жерде. Ал 0-ге тең болмаса, онда мен мынаны, яғни мынаның мәнін арттырамын. Яғни ij-ге мен мына үшеуінің мәнінен минимумды аламын. Және оған көпірді қосам. Соңында мен бұл іздесем, енді i деп тексеріп көрейік. Қарасаңыздар, мынау ғана 2-ге тең болады, қалғандар енді бізге тағы бір нәрсе қарау керек. Мына жерде результатты басында 0 деп қойайын да. Әркез мына жерге результатты максимум. Қазір бұл видео бітеді. Басынан осы сілтемені кіреміз ғой.
яғни мына жерде біз результаттың айнымасын жасадық та соған сақтап отырамыз әркез. Мысалы мына жерде екіні мысалы мына жерде сақтап алдық та максимум ретінде сонда шығардық. Бірақ мына жерде бізде бір қате бар. Мысалы мыналарды нөлге қосып жасасам, қалсақ бізде жауап результатты нөл деп шығарады. Бірақ негізі жауабында бір болу керек. Яғни бұл жерде біз мыналардың бәрі нөл болғанымен біз мыналарды қарастырмай кеттік та, мына жерде бір бар ма жоқ па соны қарастырмай кеттік. Оны қарастыру үшін басында біз мына жерде жазып қою керекпіз. Результатты тұра берсін. Яғни енді егер результат бірге тең болса, онда брейк дей салайын. Егер бір циклдың ішінде болса, результат бірге тең. Яғни ол деген себеп мына жерде бір бар ма жоқ па соны біліп алу осында. Яғни массивтің ішінде бір бар ма жоқ па соны біліп аламын. Бір бар болса, онда результатты бірге теңестіріп бақында. Одан кейін барып уже ненің ДП-ның әдісін қолданамын. Өзі міне бір шығады. Так, енді ары қарай осыны қолданып қойып, бірінші 7 оқимыз ары қарай. Яғни мен әр жолды оқығам, бірінші былай input деп және оны лист деген себебім оны массивқа айналдырамын. Мысалы мына жерде мен мыналарды сан емес әріпке қосып кеттім оның бәрі. Былай осылай істесек болады. Мысалы мына жерде тексеріп көрейін. 7 yes. Жетті. Яғни үштеп шығады. Яғни мына жерде бізге результаттың өзін емес, оның екі дәрежесін шығару керек. Мына жерде үштеп шығып тұр. Жаңа біз көргенімізде 2, 2, 2 деп тұр алдында. Неге мынау 3-ке тең болып тұр? Онда осы кодты жіберіп көрейік. Өтіп тұр. Сұрақ бар ма? Есеп бойынша. Соңында неге результатты квадраттап жібердің? Яғни есеп берілуінде былай жазылған ғой. Бұл жерге бізде тек шаршының бір қабырғасын емес, бізге ішінде қанша элемент бар, соны шығару керек. Мына жерде біз жаңа 3 дедік қой шаршының несі, ұзындығы максимум. Мында 9 депті. Яғни бізге оның несін ішіндегі сандарын шығару керекпіз. Мысалы 4 болса, значит 4-ке 4 16 шығады. Біз берген шаршының ұзындығын таптық. Ал бұл жерде шаршының несі ауданы керек. Егер де шаршы емес тіктөртбұрыш болғанда қалай шығарылатын еді? Мысалы, мен оны қатты күрделендіріп жібермеймін, бірақ негізі примерно идея қалай болар еді? Егер шаршы емес, есептің шарты шаршы болу керек деген ғой. Жоқ, түсініп тұрмын. Негізі басқа бір есеп ретінде айтып жатырмын ғой енді. Жаңа бір есеп. Ол кезде қалай болар еді дегенім да.
примерно осының төңірегінде сәл күрделендірген болар еді деймін. Төңірегінде онда там бірнеше не қосасыз, андай арнайы условия қоясыз, яғни шарттар керек болады әртүрлі. Шартпен андай не типа бастапқысы соңы керек болады. Өйткені ол жерде былай ғой, шашы мынандай, шашы емес андай еннен ұзындыққа былай кетуі мүмкін, немесе былай жоғарыдан төмен кетуі мүмкін. Соған сай арнайы бір не қою керек шығар. Не шарттар әртүрлі. Яғни мына жерде бізде мысалда оған тестқа келеді ғой. Мысалы мына жерде мынау да болады ғой. Яғни былай үшеу болады. Немесе былай үш болады. Кейде мысалы былай қиылысуы мүмкін екіне. Сол үшін андай сол жақ үстімен оң жақ астын сақтап отыру керек шығар әркез. Яғни соның мәнінде. Ол да бір ДП-ның бір есебі болады дейсің ғой. Аха, түсінікті. Так, онда сұрақ бар ма? Сұрақ жоқ болса, онда келесі көкшік. Яғни келесі сәтте бізде бір массив берілген. Массивтің ішінен бізге, яғни үнемі өсіп тұратын бір не дей табу керек, қандай не үшін не айтады оны қазақша, тізбектер жинау керек, яғни өсіп отыратын. Мысалы қалай, мынаның сұрақтың берілгені екен, негізі SMP-де былай бермеуші сұрақтар, ұзын бір әңгіме жазып, соңында өзің тауып аласың не керек екен. Так, бұл жерде бізде бірнеше вариант бар. Яғни ол деген мысалы мына жерде біз үшті алсақ, яғни бір неге тізбекке, одан кейін одан үлкен бір сан алу керекпіз. 29 алсақ болады, иә? 29 алсақ, ары қарай оларды ала алмаймыз, өйткені осымен біздің тізбек бітіп қалады. 3,29 бұл. Немесе басқаша шығарсақ болады. 3 дейміз да 29 алмаймыз, өйткені ол 29 алсақ, қалғандарын алмай қалып тұрмыз ғой. Ол үшін 5 алып көрейік. 3-тен кейін 5 аламыз. 5 алғаннан кейін ары қарай 28 алсақ болады. 28 алсақ, 6-ны алмаймыз. Немесе 3, 5, 6 десек болады, яғни өсу ретімен кететін тізбектер. Басқаша егер 29-дан бастасақ, 29-дан ары қарай тізбек құра алмаймыз. Ал 5-тен бастасақ, онда 5-тен 28-ден бітіп қалады, 5,28 болып қана. Яғни бұл жердегі максимальный ұзындық ол 3 екен да. Яғни 3, 5, 28 немесе 3, 5, 6. 3. Яғни басқа мысал беріп көрейін, егер сұрақ анық болмай отырса. Жерде мысалы мынадай бір басқа массив берейін. 1, 3, 1, 5, 3, 4, 8, 7, 9 деген сияқты. Яғни осы жерден бізге максимум өсіп отыратын бір массив құру керек біз осы элементтерден. Яғни бұл жерден былай құрсақ болады. Бірінші 1-ді алсақ болады, одан кейін 3-ті алсақ болады, 4, 8, 9, міне. Өсу ретімен осының ішінен былай кезек алып алдық. Басқа вариант көрейік, мысалы 1-ден кейін 5-ті алып көрейік. 1-ден кейін 5-ті алсақ, онда 3 пен 4-ті ала алмаймыз. 5-ті алғаннан ары қарай уже 8 аламыз. 8-ден 7-ні ала алмаймыз, өйткені ол кіші да, 9 аламыз. Яғни 1-ден кейін 5-ті алғаннан кейін бұл бізде қатты не емес екен, тиімді емес екен, өйткені массивіміз ұзындығы мына 5-тен кішірек болып қалды. Яғни не түсінікті ма сұрақ? Бізге яғни неғұрлым ұзындау бір массив табу керек біз. Яғни өсу ретімен орналасқан элементтері бар. ОН квадрат болып кетіп отыр менің ойымдағы алгоритм бойынша. Қалай шығарамын мен? Алгоритм бойынша қандай болады? Сондай болады негізі. Яғни бұны шығарудың жолы
яғни дпны қолдансақ, яғни бұл есеп шығару негізі бірнеше жол бар. Негізі мысалы біз жаңа алдында шығардық есептер, мына фермер анау деп шығардық қой бәрін. Бәрін біз дп-мен көрсетіп жатырмыз шешімдерді, өйткені ол біздің тақырып дп болғандықтан дп-мен шығарып көрсетіп жатырмыз. Негізі алдыңғы есептердің бәрінде ол дп-дан басқа шешімдер бар да, бүкіл есептің. Яғни былай мына жерге, яғни общий айтып кетейін. Яғни мысалы бізде бір есеп бар, иә. Бір есептің оның әртүрлі шешімі болады. Мысалы шешім 1, solution 1, solution 2, solution 3 дейді. Яғни бірнеше шешім болады оның. Соның біреуі ғана дп болады да мына жерде. Басқасы там жадный болады, там басқа нәрсе, там жай ғана массивпен шығарсатын әртүрлі түрлері болады. Енді ол бұл жердегі маңызды нәрсе, андай қай шешімді қабылдасаңыз да, яғни уақытпен қайсы тез жұмыс істейді, сол маңызды. Яғни осы есепте де, яғни бұл есепті шығарудың көп бірнеше түрі бар. Енді біз мысалы қазіргі қолданатын түріміз дп. дп дегеніміз енді миларыңызға уже құйып қалған шығар, мына әдіс қайта беріп. Яғни минимумнан бастаймыз. Яғни мысалы бізде мына массив болсын, біз ойлайық, мысалы бізге мынау ұзындығы қанша 7 де, яғни ұзындығы 7 болған кездегі шешім қандай болады? Соны табу керек та бізге, ұзындығы 7 болған кездегі шешім. Ол үшін біз оған дейін яғни кішкентай шешімдер табу керекпіз. Мысалы ұзындығы 1-ге тең болған кездегі шешім қандай, 2-ге тең болған кездегі шешім қандай деген сияқты. Солай 7-ге келеміз. Яғни кешегі біз нелерді тыйым байланыс деп шығарғанда, онда солай істедік қой. Мысалы егер общий сумма 1-ге тең болғанда қанша тиын қолданамыз, 2-ге тең болғанда қанша тиын деген сияқты кете бердік. Сол тура солай осы жерде де сол дп-ны қолданамыз. Бірінші ұзындығы 1-ге тең болсын. 1-ге тең болған кездегі біздің максимум шешім ол 1 болады да, өйткені оны тек өзін ғана қолданамыз. Яғни ал ұзындығы 2-ге тең болған кезде мына екінші мына жерде мысалы шештік, иә, бұның жауабы 1-ге тең. Енді мына 5-ке келдік, екінші. Бұл жерде мына алдыңғы санаң үлкен болғандықтан оның жауабы 2 болады. Өйткені ол 1,5 деген бізде максимум не бар. Не айтайын? Максимум жаңағы не массив. Енді 3-ке келейік. 3-ке келсек, ана алдыңғыларын қарасақ, 3-ке мұнда 5-ті қарай алмаймыз, өйткені 5 3-тен үлкен болып кетеді да, мына шешімді қолданбаймыз. Бұдан 3-тен кіші тек 1 ғана бар. Яғни 1-дің шешімін қараймыз. 1-дің шешімі 1, иә. Значит, 1-ге 1-ді қосып, мұнда 2 дейміз. Яғни 1 3 деген жауап қой бізде. Енді мына 4-ті қарайық. 4-ті басынан бастап қарасақ, 1-ден қарасақ, 1 бізде 4-тен кіші ғой. Яғни бізде пока 2 деген жауап бар, яғни 1 4 деген. Енді 5-ті қарасақ, 5 4-тен үлкен, оны қарамаймыз. Енді 3-ті қараймыз. 3 4-тен кіші, 3-тің жауабы 2, 2-ге 1-ді қосам 3. Яғни менде мына жер 4-те менде 2 жауап бар, 2 3 деген. Яғни осы екенің максимумын аламын. Ол 3 болады. Яғни бұл жерде көріп тұрсыздар ма, мына 4-тің шешімін табу үшін мен мына алдыңғылардың несіне сүйендім, шешімдеріне сүйендім. Яғни бұл жерде менде 3 шешім бар алдында. Бірақ мынаны қарамаймын, 2-ні, өйткені 5 менде үлкен болып кетіп тұр, сол үшін бұны қарастырмаймын. Яғни тек мына 2-ні ғана қарастырамын. Өйткені ол 2-ден 4-тен кіші. Енді ары қарай 8-ді қарайық. 8-ді шығару үшін менде алдында менде 4 шешім бар. Яғни 4 шешімді қараймын, яғни бәрі менде кішкентай 8-ден. Бұлардың шешімдерін маған тиімдісі 3 болып тұр ғой. 3-ке 1-ді қосам 4 болады. Ары қарай 7. 7-нің алдындағы сандарды қарайын. Алдындағы 8-ді қарамаймын, өйткені 8 7-ден үлкен. Яғни мына шешімге уже қараудың керегі жоқ маған, өйткені 8 үлкен 7-ден. Яғни одан 7 кішілерді қарайын. Кішілердің ішіндегі шешімі үлкен 3 болып тұр. 3-ке 1 қосам 4. 8-дің орнына 10-ды қойшы. Именно 8-дің орнына 10-ды қойшы. Сол кезде қалай болады? 7 9 деген выгодно болып тұрады ғой. Сол кезде қалай кетеді деген. 8-дің деген санның орнына 10-ды қоятын болсақ. 10-ды қойын жас. Енді 9-ға келейік. 9-ға келсек, алдыңғы шешімдердің ішінде 10-ды қарастырмаймыз. 10-нан кішілердің бәрін қарастырамыз. Соның ішіндегі максимум 4 қой бізде шешім. 4-ке 1 қосамыз 5 болады. Яғни бұл жердегі жауап былай болады ғой. Мынаның 8-дің орнына 7-ні қоямыз. 1 3 4 7 9.
яғни несі түсінікті ма логикасы? Яғни мен тағы бір мысал көрсетейін мына жерде. Яғни кішкене бұл жерде ұзын қылмай қысқа қылайын. Мысалы 1, 5, 3, 6 дейік. Бұл жерде біздің жауап, яғни шешімі көз алдымызға көрініп тұр негізі. Шешімі ол 1, 5, 6 болады. 1, 5, 6 немесе 1, 3, 6, иә. Осы екеуінің біреуі. Басынан бастайық. Мына жерде 1-ден бастасақ, оның жауабы 1-ге тең болады. 5-ті қараймыз. Алдыңғы шешім 1, ол 5-тен кіші, 2 болады. 3-ті қараймыз. 3-тің алдындағы сандар 1 мен 5, яғни 5-ті қарамаймыз. 3-тен үлкен. 1-ті қараймыз. 1-дің шешімі 1, оған 1-ді қосамыз, 2 болады. 6 болып тұр. 6-ның алдындағының бәрі кішкентай ғой. Яғни барлығының ішіндегі максимум шешім ол екеуінде 2, 2. Оған 1-ді қосамыз 3. Енді бұның кодын қазір жазып көрейік бірінші. Бізде массив берілген жаңа. Осындай массив бар. Біз одан кейін нені құрамыз? ДП-ны құрамыз. Басынан нөлге тең. Яғни ұзындығы қанша? 3, 6, 7. ДП-ны құрдық. Ары қарай мына жерде біз біріншінің жауабын 1 деп қоямыз басында. Яғни бірінші элементтің жауабы 1-ге тең. Ары қарай келесі элемент қараймыз, яғни 1-ден бастап n-ға дейін қараймыз да. Бірақ мына жерде мен өздеріңіз қарағандарыңызда, мысалы мына жерде 10-ды қарайтын болсақ, 10-ға дейінгі циклдан 1 өтеміз ғой, бәрін қарап 4-ге дейін. Яғни ол былай болып, мысалы J дейін да. Яғни 0-ден бастап I-ға дейін. Енді былай қарап отырмын. Егер мысалы J қарап отырған элементі менің I-дан кіші болса, үлкен және тең болса, онда мен бұны қарастырмаймын. Ал егер кіші және тең болса, онда мен соны қарастырамын деген сөз. Максимум I үшін J-ға 1 қосам. Ой, I деп ұмыттық па. Мен мән өзгертпеймін. Басқа қойып тұра береді. Тек мен немді өзгертемін. ДП-ны өзгертемін. Соңында ДП-ны шығарып қойайын. Примит ДП-ді. Міне 1, 2, 2, 2, 3, 3 деп. Соңында 3 деп. Енді менде мысалы былай болуы мүмкін. Бізде 4 болу керек еді ғой. 4 болу керек еді. Аят 4 болу керек еді. n+1 болмай ма? Даже 5 болу керек ше. 1-ден бастасақ. 5 болу керек. 1, 3, 4, 7, 9, иә, 5 болу керек. Қазір бір нәрсені. n+1-ге дейін 5 па? Түсіндім. Мына жерде негізі былай ғой. Әрқайсысын өзін алсам, ол тек бір не ғой. Мысалы, бір массив ретінде ала аламын, әрқайсысын жеке алсам. Осы мен мұнда 1 деп жазым керек. Бірақ бәрі 3 болып тұр. Қазір мен мұнда бір нәрсені ұмытып кеттім. Жерден қарап көрейік. Логикамызда не істедік? 1 деп қойдық, одан кейін 5-ті. Сенде брейк болып отыр, сенге сортталмаған ғой. Брейк болуының қажет жоқ емес шығар. Өйткені брейк болса сенге сортталған сияқты болып тұр ғой. Сортталмаған ғой сенге. Ой. Брейк емес, континю ғой.
иә, яғни мен мынаны қарамаймын деген сөзім ғой. Дұрыс. Дұрыс қалай айттым, мына жерде мысалы мен беске келсе бесті қарамаймын да ары қарай үшті қарап кетуім керек та. мына жерде бірден уже циклым бітіп қалып тұр жаңа. Иә, сол осы екен қате. Мысалы басқа тесттерді жаңа жаңағы жетеу жасаймын, сол жерде өзі тесттер көрсетеді ғой. Так, мында бізде қалай берілген? 6. Анда кейін көптеп берілгенде яғни мен мына жерге маған ішінен максимумды шығаруым керек. Себебі менде былай айтайын, Сенде максимум -1 болса болмай ма негізі? Жай ғана дп -1 деп айтсаң? болмайды. Өйткені қараңыздар, 1, 2, 3, 7, 6, 5 деймін. 1, 2, 3 емес, басқа жазайыншы. Соңғысын 2 деп жазса, сол кезде болатын шығар. Қазір 1, 7, 8, 6, 5, 4. Яғни осындай не бар деп ойлаймыз. Бұл жердегі жауап бізде 1, 7, 8 болады да жауап. 1, 7, 8. Өйткені 6, 5-терді қолданамыз, яғни 1, 6 дегенмен ол бәрібір не алмайды да, максимум болмайды. Енді мен мына жерден дп-ны қолданып қояйын осы жерде. Мысалы бірінші 1-ді шығардық. 1-дің жауабы 1-ге тең. Ары қарай 7-ні қараймыз. 1 7-ден үлкен. Сондықтан бұның жауабы 2 болады мына жерде. 8-де мынадан алдыңғы екеуінен максимум 2. 3 болады, иә. Енді 6-ны қараймын. 6 мына жерде мыналардың ішінен үлкен тек 1-ден ғана үлкен ғой. 1-ге 1-ді қосам 2 болады. 5-ті қараймын. Алдыңғылардың ішінде тек 1 ғана, иә, үлкен. Сол үшін бұнда да тоже 2 болады жауап. 4-те де солай. Тек қана 1 үлкен да одан. Сол үшін 2 болады. Жерде егер дп соңғы шығарсақ, бізде жауап 2-ні қайтарамыз да. Ал бізге мына ортадан жерден бітіп қалғанда бізде 3-ні шығару керекпіз. Сол үшін максимум қолдану керек. Сол үшін максимум керек, иә? Иә. Мысалы, жаңа тестімді жерге қойып жазып. Максимум бұл мына жерден бірінші. Стартында. Print dp деп қойын. Мысалы, жаңа тест жазайын. 1, 7, 8, 6, 5, 4. Көңізі мына жерде міне 3 деген ортасына қойып қалды, ол соңғы элемент емес. Сол үшін максимум қайтадан болып ішінде. Енді жіберіп көрейік. Так, менде интернет жай қойдым. Обновить етіп жүр. Өзі сөйтіп не алады? Обновить етіп жүрміз. Иә, басын. Сен зарядкың тықпағаннан соң, зарядкың тықпасаң интернет, компьютер бәрі тармай істетеді. Ноутқа. Мына жерден көрсетейін шешімді. Сұрақ бар ма? Мына шешім бойынша. Яғни сұрақ болмаса онда аяқтай берсек болады. Ерекесіде бар ма сұрақ? Айтар бір нәрсе? Жоқ, менде сұрақ жоқ. Рахмет.
қалай дп ұнап жатыр ма? Мен үшін де дп сәл ауыр болды, сол үшін ғой едіге ағайдан сұрап қарап отқан. Сен осы соңғы есепті бір түсіндіріп жүре ма басын қалай алғанын? Есептің өзін ба? яғни былай бізде андай массив берілген, бізге бұның ішінен қараңыздар, бізге бір яғни өсу ретімен орналасқан бір нені тізбек шығару керекпіз. Тізбектің ұзындығын максимально ұзарту керек та. Қараңыздар, мынаны мысалы 1, 7, 8, 6, 5, 4. Бұл жерден бізге яғни мына жерден бірнеше тізбек шығарсақ болады. Мен бәрін шығарып көрсетейін. Бірінші 1, 7, 8 деп шығарсақ болады, иә? Бір тізбек шықты. Қайтып одан кейін 1, 6 десек болады. 1, 5, 1, 4 болады. 1, 7, 1, 8. Басқа да 7, 8 деген болады. Тізбек. Және де әрқайсысы өзі жеке бір тізбек болады. Яғни осы жердегі тізбектердің ішінен бізге яғни ұзындығы максимум болатын тізбек табу керек, яғни ұзындығын табу керек ең басты. Қазір мына жерден тағы мысал көрсетейін. Мысалы 1, 3, 2 дейтін сан бар дейік. Осындай үш сан берілген, осындай ретпен. Бізге осы жерден максимум тізбектің ұзындығын табу керек. Бұл жерде қанша болады максимум тізбектің ұзындығы? Яғни өсу ретімен орналасқан. Бұл жерде тек 2 болады, то есть ұзындығы 2. Мысалы 1, 3 деп қана аламыз. Бірінші вариант. Екіншісі 1, 2 деп аламыз, иә. Себебі 1, 2, 3 деп алмаймыз, өйткені 2, 3-тен кейін келіп тұр ғой. Сосын бізге өсу ретімен болатын бір тізбекті алу керекпіз. Ең бастысы. Едіге мынандай мысал берейінші. Мысалы 20, 21, 22 айталық бірінші бас жағы. Кейін 1, 2, 3, 4, 5 подряд болсын. И 1, 2, 3, 4 осылай. Осы жерде де бізде мысалы басына 20-мен бастасақ, 20-22 деп қана ала аламыз. Осы бізге тапсырма қылып беріңізші, нешеу шығады екен біз айтып көрейік. Осы жерде неше болады? Осы қарай. Білмеймін. Бесеу. Дұрыс. Бесеу болады, өйткені соңғы бесеуін алсақ болады тек қана. Сол просто мен ДП-ның бас жағы қалай болады екен деп ойлап сұрағаным ғой, сол үшін бас жағымен. Бұл былай болатын жерден. 21-ден 20-ны 1 дейсіз, 21-ден 2 дейсіз, 3 дейсіз. Бұл опағай болып кетеді. Бұл оңайлау шамалы, ортасына бір үлкендеуін қойып барып өзгерту керек еді. Мына жерден айтайын мысалы. Мысалды бітіріп өтіңізші, бітпей кетіп қалды. Қайсын алыңызсың ба? Осы мысал көре берейік та, осы мысалды. Бұл емес, жаңағы соңғы мысалыңыз. Осындай есеп берілген, осындай сан бар дейік. Сізге енді максимум ұзындық табыңыздаршы осы жерде. Максимумда өсу ретімен қалай шығара аламыз? 2, 3, 6, 7, 9 бар. Бесеу. Біреу кетті. Сосын 1, 6, 7, 9 бар. Екеу кетті, 3. Бірақ ол кезде ұзын болмайды ол. 6, 7, 9. Қалғандарының бәрі 4-еуден кетеді. Сол бірінші кеткен, сол 2-мен кеткен. 5-еу болды. Бірінші кеткен сол 5 болды. Енді екіншіні мына 2-нің астына бұл ДП 1 ғой, 1-ге тең. 1 деп жазамыз. ДП 2, анадан кіші 2-ге тең. Мынау ДП 3, бұл сонда неше болады? Бұл 1-ге тең болып қалады, өзі ғана. Мынау 3-еуі де кіші ғой. 3-ге тең болады. 3-ге тең болады. Қалай 3-ге тең болады? Ана 8 былай ғой. 8-дің алдындағыларын қараймыз. Мынадан кетеді. Максимумын алмаймыз сонда, қалай? Қалай болып кетті? 8 қалай? Максимумға 1-ді қосамын.
Енді мында 7 бар онда. Ол жерде оннан келетіндері 6, 1, 3, 2. Яғни 1, 3, 2, 1, 3-тің максимумы 3 қой. Оған 1 қосамыз 4. Мында да тура солай 5 болды. Яғни дыбымыз осындай дыбы болады. Кішкене түсініп келе жатқан сияқтымыз, бірақ шатысып қала береміз. Басқа мысал берейін. Басқа мысал беріп қойайын мен. 8, 2. Так, да. 6. 3 бізде болды ғой. Так. 5, 4. Осы жерде қандай болды? 8, 9, 11 біреу. 2, 3, 6, 11. 2, 3, 6, 11. Я болмаса 2, 3, 9, 11. Төртеулі болды. 3, 6, 11. 9, 11. 6, 11. 11'de olmaymış. 5 пен 4'тен жоқ. Максимум 4 болып тұр. Сонда ең үлкені 2, 3, 6, 11 ғой. Немесе 9, 11 дейікші. Иә, 2, 3, 9, 11 или. 4 элемент. Бұны егер тп-мен шығарсақ, тп-да былай бастаймыз. Біріншіні 8-ден бастаймыз, иә? Бұның жауабы біз әрдайым 1 дейміз. 2-де оның алдындағысы 8 ол бәрі одан үлкен. Үлкен 12-да 1 болады. Ал 3-те 2 болады. Алдын қарасақ, 2 бар ғой. 2-дің 1 несі бар, оған 1-ді қосамыз, 2 болады. Ал 9-да оның алдында мына 3 саны үшеуі де кішкентай ғой. Үшеуінің 3 мәннің ішінен максимум аламыз да, 2 ғой максимум. Оған 1-ді қосып 1-ді қосамыз. Ал 6 болса, 6-дан кіші сандар мына үшеу болды да, яғни 9-ға қарамаймыз. Орнында тоже мына максимум 2. 8-ге де қарамаймыз. 11-де 11-де бәрін қараймыз, яғни бұл жерде максимум 3 пен 3. 1-ді қосамыз 4 болады. Енді 5-те қарайық. 5-те бұдан үлкен сан тек 2 мен 3 қана да. 2 мен 3. 2-ні аламыз, оған 1 қосамыз 3. Олардың максимум 2. 2-ге 1 қосамыз 3 болады. 3 болады. Так, не, 4-те де солай. 4-те де сондай. 2 мен 3 не бар? 4-те де сондай болады. 3. Енді қарап отырсақ, мына жерде тп-ның ішіндегі ең максимумы 4 болып тұр. 4. Сонда жаңағы 9-ға шы, мына 8-ге неге қарамадық? Тп-ларының максимумына қарайсың. Қарадық қой 8-ге. 9-дан үшеуі де кіші. Сол үшеуінің кішісінің ішінде максимумы 2 ғой. Сол 2-ге 1 қосып 3 дедік 9-ға. Дұрыс па? Сондай. Сегіз бірінші тұр, үлкен сан болғанменен бірінші тұр ғой. Ода ол 8-ден тұратын бірақ массив болады. Бірақ элементтен тұратын ғана болады. Тізбек, біреу ақ. Жалғыз 8-дің өзі болады. Сосын оған 1 деп қойдық. 8 үлкен болғанмен басына кетіп қалды да, оның алдында жоқ қой. Айдын апай, ризам, дұрыс, дәл солай, сіз айтып отқандай. Білмеймін, менің түсінігім солай сияқты енді әйтеуір. Өзім түсінгенше айтып жатыр. Керемет. Қарлығаш апай демалып жатқан сияқты ғой, дұрыс түсінбей қалған. Қарлығаш апай түсініп отырсыз ба жалпы? Ауырлау болып отыр ма? Есеп шығарып көрсеңіз жақсы түсінетін жақсы негізі. Негізі вроде Неге тырысып жатырмыз, иә. Жаздың банк жабуымен бірге қалыптасып жатыр. 3 минуттай уақыт қапты. В принципе, осымен бітірсек те болатын сияқты. Өйткені кодын жазды, жалпы ДП-ға түсіндіріп берді. Жақсы, рахмет сіздерге. Иә, кеп тұрыңыздар.
жақсы. бүгін нет қарлығаш екеуміз ау деймін сабақта. Сосын екеуміз ой от души сұрап жатырмыз Гүлжамал сұрағымызды. апай да бар, Шолпан апай бар жақта отыр, үндемей отыр. А, Қолдары банк жауып отыр босамай. Олар да. Жақсы, мейлі. ал рахмет, сау болыңыздар сіздерге. Жақсы. жақсы, сау болыңыздар.